Саламатсыздар ма балалар? Қазір қазақ тілі сабағы. Сабағымыздың бүгінгі тақырыбы негізгі және туынды сын есім және жаттығуларды орындаймыз. Сол жаттығулардың ішінен негізгі және туынды сын есімдерді табамыз, өлеңдерді оқимыз. Сол өлеңнің негізгі ойын тауып сұрақтарға жауап береміз. Қалыптастырушы бағалауларымызды орындаймыз. Мұқият болайық. Енді сабағымызды бастамастан бұрын біз өткенге шолу жасап жіберейік. Міне сабақты бастамастан бұрын өткенді қайталап жіберейік. Назар аударайық. Қазақ тілінде сөз табы 9. Ал 4 сөз табын біз осы сыныпта өтеміз. Зат есім, етістік, сын есім, сан есім. Зат есімді білесіздер. Заттың атын білдіретін сөз табы. Етістік заттың қимылын білдіреді. Сын есім заттың сапасын, сынын, түрін, түсін, көлемін, пішінін білдіреді. Сан есім ол заттың санын білдіреді. Бірақ біз келесі сабақтарда өтеміз. Міне, бүгінгі өтіп жатқан сын есіміміз құрамына қарай екіге бөлінеді. Дара және күрделі. Сол дара сын есім тұлғасына қарай екіге бөлінеді. Негізгі және туынды болып. Енді негізгі сын есім неден тұрады? Өзі сын есім деп тұрғасын, яғни оның түбірі тек қана сын есім болады. Ал туынды сын есімнің түбірі, оған жұрнақ жалғанамыз, түбірге жұрнақ. А оның түбірі неден тұруы мүмкін? Зат есім болуы мүмкін, сын есім болуы мүмкін, етістік болуы мүмкін. Сонда туынды сын есім дегенге назар аударыңыздар. Туынды ол түбірге жұрнақ жалғанғанда ғана жасалатын сөз. Екеуінің ұқсастығы, негізгі сын есім мен туынды сын есім, екеуі де дара сын есім. Енді туынды сын есімді тудыратын жұрнақтар қандай? Л, т, д, ш. Осы жұрнақтар бар. Әрмен қарай өздерің қарап алуларыңызға болады. Осылар арқылы біз туынды сын есім жасаймыз. Таулы, қызғылт, үлкендеу, ақшыл, талапты дегенде қандай деген сұраққа жауап беретін туынды сын есімдерді жасауға болады екен. Бүгін балалар сын есімде бүгінгі тақырыпта орындаған кезде сын есім тапсырмасы бар. Ол тапсырма сіздерде мынадай тапсырма берілген. Мына кестені толтырамыз бірінші. Сын есім екі түрге бөлінеді. Тұлғасына қарай. Соны байқап алыңыздар. Сосын осы сын есімдерге топтастырып жазатын мысалды 7-ші жаттығудан аламыз. 72-ші беттегі. Сонда сөздер бар. Сол сөздерді екі топқа топтастырып, дәлелдеп, орындап бересіздер. Сонда мен білемін. Сын есімді топтай алсаңыздар, ендеше бүгінгі сабақтың мақсатына да түсініп отырсыздар. 5-ші жаттығу оқимыз. Бұл өлең мәнерлеп оқимыз да, сосын сұраққа жауап береміз. Енді тыңдап алайықшы. Таңертең күн ашық, тұр еді нұр шашып. Аспанда бұлт жоқ, ендеше күдік жоқ. Ойладым дәл бүгін жаумайды жаңбырым. Шықтым мен үйімнен, жидешең күйіммен. Әуререл жолда құр, алғам жоқ қол шатыр. Кенеттен аспанды бұлт торлай бастады. Ұшақтан жылдам ба? Шаңдатып көшені басталды нөсері. Жоқ мотор қанаты, бұл бұлттар қалайша тез жете алады. Балалар, оқығанымыз өлең. Өлеңнің айтар ойы не екен? Яғни табиғат құбылыстары туралы екен. Күн ап-ашық болып тұрса да, бір мезетте аспанға бұлт торласа, тез арада жаңбыр жауып кетеді екен. Енді сіздерге осы 5-ші жаттығуда сұрақтар берілген. Сұрақты көшіріп жазбаймыз. Тек сұраққа жауап жазамыз. Және жауапқа керекті сөздің барлығы да керекті сөздер деп астында жазылып тұр. Ашық, бұлтсыз, бұлтты, қалың деп. Міне осы жаттығу тапсырмаларды дәптерлерімізге
түсіне отырып орындайық. Ал енді 72-ші беттегі 6-шы жаттығу бұл сіздердің бүгінгі мақсатты игерудегі қалыптастырушы бағалауларың. Мақалды қатесін түзеп жаз. Негізгі туынды сын есімдерді тап дейді. Енді дескрипторы орындағанда мына басшылық қаламыз. Мақалдың қатесін табады және түзетіп жазады оқушы. Сын есімдердің астын сызады. Сөзін сөз құрамына талдайды. Сөз құрамына сын есімнің қайсысы талданады? Еске ұстаңыздар. Сосын тапсырманы орындап, кейін қарай беруге болады. Үй тапсырмасы 73-ші бет 8-ші жаттығу. Бұл ауызша үйдегі іні, сіңлілеріңмен, ата-аналарыңмен жай ғана орындауға болады. Жақсы, рахмет.